Ассалаумағалейкум достар. Міне 22 наурызда міне кеп қалды. Сіздерді осы біздің ұлттық көктем мейрамымен сіздер шын жүректен құттықтаймыз. Өздеріңізге белгілі Салихалы ұрпақ қоғамдық қоры жыл сайын наурыз мейрамына атсалысып киіз үй тігіп жатады. Енді кішкене таныстырып өтейік, біздің наурызға байланысты осы киіз үй тіктік. Мұнда дастарханымыз бар. Өздеріңіз көріп отқандай самса, құрт ірімшік, тары талқан, қазы қарта дегендей ұлттық тағамдарымыз бар. Ең бастысы біздің мықты, дәмді наурыз көжеміз бар. Бұл біздің киіз үйіміздің іші. Ал енді сыртқа барып таныстырайық. Ал мынау біздің Салихалы ұрпақ қоғамдық қорының наурызға байланысты мейрамымызға ұлттық тамағымыз наурыз көже 100 литр дайындалды. Және де біз осы ұлттық нақыштарымызды таныстыру үшін осында бүтін киіз үйден бөлек жарты қазақ үй тіктік. Бұндағы мақсатымыз халық келіп суретке түссін, естелікке қалсын деп, бұның іші толған біздің қазақи ұлттық жәдігерлер. Домбыра, сандық, бесік, ағаш астаулары дегендей. Әрқашанда осылай ұлттық салт дәстүрімізді дәріптейік, насихаттайық. Ал мына жерде біздің өздеріңізге белгілі Салихалы ұрпақ қоғамдық қорының жанынан береке үйі ашылған. Бұнда біздің жетім балаларымыз тәрбиеленеді. Құдайға шүкір, біз оларға барлық мүмкіншілік жасап, қамқорлық жасаймыз. Және де осы қамқорлықтан бөлек балаларымыз бір мамандықты үйреніп кетсе екен, қолынан бір іс келсе екен деген мақсатта шеберхана ашқан болатынбыз. Осы шеберханамыздың нәтижесі өзіңіз көріп отырсыздар. Міне қазақтың ұлттық қамшысы, домбырасы, суреттер, жан-жақты көптеген қолдарынан істер келіп, соны жасап, міне халыққа бөлісіп көрсетіп жатыр. Жастарымыз мықты болсын. Ал енді артымызда өздеріңіз көріп отырсыздар, қызықты, әрі тартысты гир көтеру жарысы өтіп жатыр. Одан бөлек, Алла қаласа, бізде ләңгі тебу, асық ойнау, арқан тартысы сияқты қызықты біздің ұлттық ойындар жүргізеді. Бұл дегеніміз біздің ұлттық спортты дамыту, бұл ұлттық спортты насихаттау. Әрбір қазақ өзінің салт дәстүрін білу тиіс ағайын. Атсалысайық. Және де Алла Тағала осы елімізді тыныш етсін, осындай ауыр қайғы қасіреттер ешқашанда болмасын, күніміз ашық, дастарханымыз кең болсын. Сіздерді Салихалы ұрпақ қоғамдық қоры шын жүректен құттықтайды.